Бауырым, құрбан айт құтты болсын. Барлық дұғалар, оқылған тілектер бәрі қабыл болсын, бауырым. Ұла, неге жауып тастадыңдар? Ұла, мешіттің алдын неге жауып тастадыңдар, бауырым? Халық неге кіргізбей жатсыңдар? Мына қара, қаншама халық тұр мына жерде. Неге жауып тастадыңдар? Қаншама орын бар мына жерде. Бұл Алланың үйі ғой, жігіттер. Сендер Ақорданың алдында тұрған жоқсыңдар ғой. Пожалуйста, президентті охраняйте. Ақорданың алдын жабыңдар, пожалуйста. Үкіметті жабыңдар осылай, депутаттарды қорғаңдар осылай. Алланың үйіне неге кіргізбей жатсыңдар адамдарды? Кім, бауырым? Орын жоқ, емес. Жоқ, орын болған. Мынау не орын? Тұрғы міне. Міне тұрғы. Бұл қалай ол халықты деген? Сен Алласың ба, Құдайсың ба, сен алдында қалай намаз оқимыз, бауырым? Кім ашшы, бүйтіп ашшы? Неге мен деген Алланың үйіне қалай кірмеймін, бауырым? Сен Алланың үйіне қалай кіргізбейсің мені? Түсінбедім. Жарайды, сабыр етем, бірақ мынау деген болмайды. Бұл деген дискредитация главы государства. Сосын жағымда қаншама халық деген көрдіңіз ба? Бәрі деген қазір жамандық тілейді президентімізге де, үкіметке де, барлығында. Осылай жағы халықтың алдында бүйтіп жауып тастап, Алланың үйіне хотя бы жақын кіргізбегендеріңе. Жігіттер, бұл күнә болады. Басшыларыңа айтып қойыңдар.